Сәлеметсіздер ме, құрметті менің егіздер белгісінде толған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап шілде айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Шілде айы жалпы сіздер үшін қандай болмақ? 3 шілде күні бізде Уран планетасы мен Венера планетасы бір нүктеде қосылатын болады. Енді бұл екеуінің қосылуы өте бір маңызды жерде болады сіздерде. Бұл сіздердің асценденттеріңізде болады және сіздердің бірінші секторларыңызда, яғни сіздің жеке басыңызға байланысты өзгерістер. Сіздердің жеке басыңызға байланысты қандай да бір резкий өзгеріс болуы мүмкін. Бұл сіздің жаңағы стиліңізге байланысты, сіздің бет әлпетіңізге байланысты, немесе сіздің ішкі өз-өзіңізді бағалауыңызға байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Венера планетасы бұл сіздің комфортыңыз және сіздің өзіңізді бағалауыңыз және сіздің сыртқы келбетіңізге жауап береді. Сол үшін бұл жердегі Уран планетасы сол мәселесінде қандай да бір скачоктар беретін болады, қандай да бір неожиданностьтар беретін болады. Жалпы Уран планетасын айтып жүрмін ғой, не стабильный, не стандартный, сондай бір планета деп. Сол үшін бұл жердегі сіздерде болатын өзгерістер стиліңізге байланысты, жаңағы айтып кеткендей, бет әлпетіңізге, сіздің комфортыңызға немесе өзіңізді бағалауыңызға байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Жақсы период деп айтуға болады. Бір жақтан бір жаққа өту, бір ситуациядан бір ситуацияға резко өту, яғни сіздер вынужденно өтесіздер, резко өтесіздер, резкий бір осознание келеді сіздерге, сондай болуы мүмкін. Енді әр адам әртүрлі ғой, кейбір адамдар өте асықпай өтеді, ал сіздерге мында шанс келіп тұр, сіздер тез өтіп кетуіңіз мүмкін. Енді 7-сі күні Уран планетасы сіздердің белгіге кіретін болады. Соңғы 7 жыл бойы ол сіздердің 12-ші секторларыңызда болды. Яғни бұл ішкі тұрақсыздық, яғни сіздерде осы уақытқа дейін бір ішкі тұрақсыздық болған шығар, өзіңіздің не қалайтыныңызды білмей жүрген болсаңыз, немесе бірде былай, бірде алай болып жұмысыңызды ауыстырып, немесе сондай бір жұмысыңыз сізге бір ішіңізде тыныштық сезімін бермеген болса, сондай мәселелер сіздерде уже кішкене қайта бастайды, алдыңғы планға сіздің өзіңіз шыға бастайсыз. Енді Уран планетасының сіздің белгіге кіруі бұл қоғамда, мысалы жалпы жасанды интеллекттің, жаңа технологиялардың, интернеттің өте қарқынды дамуы болады. Алдыңғы 7 жылда өте қарқынды дамиды сондай нәрселер. Әсіресе сөйлеу, жаңағы жасанды интеллектіңді неше түрлі бағыты шығып жатыр, әртүрлі бағытта қолданып жатыр. Даже адамдардың өстіп шынайы видеоға түспей, интеллекті өзінің түрін қойып, сөйлетіп қою деген сияқты нәрсенің барлығы шығып жатыр. Яғни өте қарқынды дамитын болады, былайша айтқанда. Енді сіздің жеке басыңызға келетін болсақ, бұл жерде сіздің бірінші секторыңыз және сіздің белгіңіз. Сіздің де интернет бағытында, жаңа технологиялар бағытында дамуыңыз болады, жеке дамуыңыз, жеке эволюцияңыз, былайша айтқанда. Және де бірінші секторыңызға байланысты сіздің имиджіңіздің өзгеруі, жалпы резкий өзгерістер сіздерде көп болуы мүмкін. Яғни резко былай қарай өзгерістер, былай қарай өзгерістер деген сияқты резкий өзгерістер, скачоктар сіздерде көп болуы мүмкін. Жалпы алдағы 7 жылда сіздер резко көп нәрсені үйренетін боласыздар. Онсыз да егіздер белгісі бізде үйренгенді жақсы көреді, жаңа технологияларды жақсы көреді, жалпы сөйлескенді жақсы көретін белгілердің бірі. Уран планетасы екеуінің түп тамыры демеймін енді, бірақ энергетикасы бір-біріне ұқсас. Екеуі бір из одного теста, бір қамырдан деп айтуға болады. Екеуі де ауа стихиясына жатады. Сондықтан бұл жерде сіздің сөйлеу қабілетіңіз, сіздің сату қабілетіңіз, сіздің басқалармен контакт орната білу қабілетіңіздің соншалықты керегі болады да, былайша айтқанда. Сол нәрсе сізге көбірек көмектесетін болады. Осы өмірдегі өзіңіздің қандай да бір бейнеңізді қалыптастыру үшін сол качествоңыз сізге көмектесетін болады. Және де бұл жерде Уран планетасының Плутонға және Сатурнға жақсы аспекті бар. Былайша айтқанда бисекстиль деген аспект дейміз. Енді бұл үшбұрыш аспект сіздің өміріңіздің үш жағын біріктіріп тұр. Сол жақта мүмкіндіктер бар деп тұр сізге. Енді бұл сіздің өзіңіздің қоғамдағы беделіңіздің, кім екеніңіздің нақтылануы үшін сіздер өзіңіздің ойлау қабілетіңізді және өзіңіздің өмірге деген жалпы көзқарасыңызды өзгертуіңіз керек, кеңейтуіңіз керек міндетті түрде. Және де сіздерге көбінесе жаңағы
интернет, онлайн жұмыстар, көп адамдармен бірге жұмыс, коллективпен, жаңағы группалармен жұмыс сіздерде жақсы жаққа қарай өрбиді. Сол жақта дисциплина болса, сіз сол жақта өте жақсы жетістіктерге, нәтижелерге жете аласыздар деген аспекттің бірі. Және бұл аспект осы жылдың аяғына дейін болады, яғни желтоқсан айына дейін осы аспект сақталады. Сондықтан осы аспекттің күшін пайдаланыңыздар. Өзіңіздің жеке басыңыздың жаңағы айтқанымдай дамуы, қалыптасуы сіздің көзқарасыңыздың өзгеруінен болады. Және де бағытына келетін болсақ, ол онлайн бағытта болады. Яғни онлайн бағытта өзіңіздің атыңызды қалыптастыру, бір эксперт болу, немесе бір блогер болу деген сияқты. Жалпы сіздің жай ғана блогер болуыңыз емес, қандай да бір салада, интернет саласында маркетинг болуы мүмкін, сату болуы мүмкін, сіздің сондай нәрселерге өйткені қабілетіңіз бар да. Сол мәселелердің бірақ онлайн жағында сіздің жолыңыз болуы мүмкін, және көбірек мүмкіндіктер сол жақта болады сіздерде. Одан кейін 10 күні ай толатын болады. Айдың толуы тауышқа белгісінде болады сіздердің 8-ші секторларыңызда. Қарызыңыз болса, ипотекаңыз болса, немесе қандай да бір зависимостьтарыңыз болса, сондай мәселелеріңіз туралы шешім қабылдайтын боласыздар. Бәлкім қарыз аламын, алмаймын, несие аламын, алмаймын, немесе үйді жаңағы қарызға аламын, ипотекаға аламын, немесе банктен қарыз аламын деген сияқты мәселелер болатын болса, сіздің жалпы тұрақты мүлігіңізге байланысты, қарыз алуға байланысты, қарыз беруге байланысты, қарыздан құтылуға байланысты, қандай да бір мемлекеттен алатын қаражаттар болуы мүмкін, гранттар, инвестицияларға байланысты шешімдер қабылдайтын боласыздар. Кульминация болады бұл кезде. Адам көп картинканы жоғардан қарай алады, барлық нәрсені анализировать ете алады. Енді тауышқа белгісі болғандықтан бұл сіздің жаңағы ұзақтан келе жатқан қандай да бір мақсатыңыз, алдыңғы жылдың ортасынан бері келе жатқан қандай да бір мақсатыңыздан нүкте қоятын боласыздар, нақты шешім қабылдайсыздар осы кезде. Одан кейін 15 күні Марс планетасымен солтүстік ай түйіні бір нүктеде қосылатын болады. Солтүстік ай түйіні бұл сіздердің осы өмірдегі эволюцияңыз, жеке сіздің эволюцияңыз. Мысалы, адамдардың эволюциясы десек, бұл жерде сіздің жеке эволюцияңыз, осы өмірдегі предназначениеңіз. Не үшін осы өмірге келдіңіз, қандай пайдаңыз тию керек осы өмірге, жалпы жер планетасына. Соны білдіретін белгінің бірі бұл. Планета демейміз, енді бұл фиктивный точка, сол нүктенің бірі. Енді мен айтамын, алдында да айтқан болатынмын осы туралы, өзіңіздің солтүстік, оңтүстік ай түйіндеріңіз қай жерде тұрғанын біліп алыңыздар, қай секторда тұрғанын, тұрғанын біліп алыңыздар. Енді осы адамның дамуына, адамның эволюциясына байланысты солтүстік ай түйіні бұл Марс планетасымен қосылатын болады. Екеуі сіздердің 4-ші секторларыңызда қосылады. Сіздің қандай да бір мақсаттарыңыз, сіздің қандай да бір істегіңіз келіп жүрген нәрселер, осы өмірде істегіңіз келіп жүрген нәрселер бұл отбасына байланысты болуы мүмкін, және сіздің үйіңізге байланысты. Мүмкін сіз ұзақтан бері ремонт жасағыңыз, жөндеу жұмыстарын жасағыңыз келіп жүр. Сол мәселесінде сіздер ремонт бастап кетуіңіз мүмкін. Енді Марсты білесіздер, импульсивный планеталардың бірі болғандықтан, Марс планетасы бойынша әрекетіңіз бұл сіздің резкий әрекеттеріңіз осы үйіңізге байланысты, үйіңізде резко ремонт жасау болуы мүмкін, немесе үйіңізде қандай да бір жерге көшу болуы мүмкін. Бәлкім өзіңіз ұзақтан бері ойлап жүрген болсаңыз, сол жаққа көшуіңіз мүмкін. Немесе сіз көптен бері өзіңіздің туған жеріңізге барғыңыз келіп жүрген болса, сол жаққа барып келуіңіз мүмкін. Немесе өзіңіздің жаңағы ұрпағыңыз, жалпы тегіңіз бойынша қандай да бір әңгімелер болуы мүмкін, импульсивный әңгімелер. Енді әртүрлі ситуация болады. Бұл жердегі ситуациялар сол сіздің отбасыңызға, ошақ қасыңызға, тұратын жеріңізге, және де үйіңізге, жеке өзіңіздің кеңістігіңізге байланысты мәселелерде қандай да бір ұзақтан көптен істегіңіз келіп жүрген нәрселерде әрекет пайда болады. Сол нәрселерді істеп бастауыңыз мүмкін да сіздердің. Одан кейін 18 күні бізде Меркурий планетасы ретро қозғалысқа кіретін болады сіздердің 3-ші секторларыңызда. Енді Меркурийдің ретро кезеңі 3 аптаға созылады. Бұл сіздердің 3-ші секторларыңызда болады. Яғни бұл кезде гаджеттар, қандай да бір техника жүйелерін алмаңыздар. Өйткені бракованный болуы мүмкін, немесе ұнамай қалуы мүмкін, немесе сіз алып болғанша келесі жаңа моделі шығуы мүмкін. Сол үшін осы 3 аптада алдағы қандай да бір келіссөздерден, қол қоюлардан,
техника бұйымдарын алудан, жолдан, жаңағы көлік айдағанда, одан кейін көлік алудан кішкене тоқтап тұру керек. Сондай мәселелер тоқтатыңыздар. Осы 3 апта Меркурий планетасының ретро қозғалысы өткеннен кейін барып алсаңыздар болады. Одан кейін осы шілде айы бойы бізде жақсы аспект бар. Бұл Юпитер планетасының черная лунаға жақсы аспекті, гармоничный. Бұл жерде сіздердің қандай да бір жұмысқа байланысты, сіздердің күнделікті істейтін мәселеге байланысты қорқыныштарыңыздың шешілуі. Осы кезде өзіңізге көмекші алуыңыз мүмкін, немесе няня алуыңыз мүмкін, немесе сондай бір адамдармен бірге жұмыс істеуге деген бір қорқынышыңыз бар болса, или бір сіздің травмаларыңыз бар болса, сондай мәселелеріңіздің шешілуі, яғни қандай да бір денежный мәселеңізде бір блоктар шешілетін болады, жұмысқа байланысты, немесе өзіңізді қандай да бір жұмысқа лайықты деп есептемесеңіз, немесе өзіңізге қандай да бір зарплатаны лайықсыз деп ойлайтын болсаңыз, сондай мәселелеріңіз шешілетін болады. Осы кезде сондай қорқыныштарыңыз шешілетін болады сіздің, жұмысқа байланысты, күнделікті істелетін жұмыстарға байланысты, денсаулығыңызға байланысты, әсіресе тоже сондай мәселелеріңіз шешілетін болады. Немесе жаңағы өзіңіздің неге толып кете беретініңізді, немесе қатты арық екеніңізді осы кезде түсінуіңіз мүмкін. Яғни жалпы 6-шы сектор болғандықтан бұл жерде сіздің дұрыс тамақтануға байланысты, жалпы тамақтануға байланысты және спортқа деген, жұмысыңызға деген қандай да бір мәселелердегі қорқыныштарыңыздың шешілуі болады. Одан кейінгі соңғы аспект бұл 25 күні болады, айдың туылуы. Айдың туылуы бұл вселеннаядан жаңа энергияның туылуы. Сондықтан бұл өте жақсы периодтардың бірі деп айтамыз. Бастамалар жасаңыздар, қандай да бір жақсы қадамдар жасаңыздар осы кезде. Енді бұл сіздердің 3-ші секторларыңыз болғандықтан бұл жерде жаңа бір оқу білім алу, өзіңізге керекті нәрсені алу, немесе жаңағыдай көлік жүргізіп үйрену, немесе бұл жерде өзіңізге қандай көлік алғыңыз келетінін жалпы нақтылайсыз, осы кезде анықтайсыз. Бірақ та жаңағы Меркурий планетасын айтқан болатын, оның ретро қозғалысы бізде 3 апта болады. Сондықтан бұл айдың туылуы сіздерде 3 апталық Меркурийдің ретро кезеңіне сәйкес келіп тұр. Сондықтан ретро қозғалыс біткеннен кейін қандай да бір мәселелеріңізді бастауға тырысыңыздар. Өйткені бір-біріне қарама-қайшы энергия болып тұр бұл жерде. Сондықтан 3 аптадан кейін жасасаңыздар болады. Қандай да бір бастамалар болса, немесе бір курс алғыңыз келіп жүрген болса, бір нәрсе үйренгіңіз келіп жүрген болса, қазірше қараңыздар, салыстырыңыздар, бағаларын қараңыз. Сондай жақтарын салыстырып, одан кейін барып сіздер ретро Меркурийдің кезеңі аяқталғаннан кейін 3 аптадан кейін шешімдер жасасаңыздар болады. Мүмкін сіздер жаңадан бір курс көресіздер, сіздерге ұнап қалады, сіз оқығыңыз келеді, білім алғыңыз келеді, бірақ та 2 апта өткеннен кейін сіздер өкініп қалуыңыз мүмкін. Яғни неге алдым, мынау маған келмейді ғой, мынау менің темам емес қой деген сияқты ситуациялар болуы әбден мүмкін. Міне егіздер, сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.